Күніңіздің алғашқы сағаты сіздің өміріңізді қалайша анықтамақ? Давай возьмем. Күніңіздің алғашқы сағаты сіздің жетістігіңізді қалайша анықтамақ? Сіздің жетістікке жетудегі кілтіңіз бұл өзіңізді күн сайынғы дамытуда жатыр. Әрбір күнді керемет бастауға, өміріңізді жақсы жаққа өзгертетін 6 инструмент туралы айтатын боламыз. Бұл кітап кімге арналған? Өз өмірінен шаршағандарға, проблемаларды жинап алып, ауыр жүктің астында қалып қойғандарға, әр күнінен еш нәрсе күтпейтіндерге, күнін есте қаларлықтай өткізгісі келетіндерге арналған. Хал Элrodтың «Магия утра» кітабы бұл тек қана ерте тұру жайында емес, бұл таңғы ритуалдарды дұрыс жасап, бүгінгі күнге дайындалу. Дисциплина өмір образын құрастырады. Әрбір іспен айналысқанда, таңдау жасағанда, шешім қабылдағанда қатты көңіл бөліп, қадам жасау керек. Мысалы, сіздің бір күн тренировка жіберсем болады деген ойыңыз түкке тұрғысыз зат болып көрінуі мүмкін, бірақ ол алдағы өміріңіздегі істерге дәл сондай көзқарас тудырады. Енді мына сұраққа жауап беріңізші, сіз будильникті қайтадан повторға қоясыз ба? Немесе таң атқызу үшін 5-10 шақты будильник қоясыз ба? Егерде өміріңізді өзгерткіңіз келсе, таң атқызуға, ұйқыға деген көзқарасыңызды өзгерту керек. Әр будильникті сөндіріп, повторға қойғаныңыз, бұл бүгінгі күні дамығым келмейді. Бұл өмірден ештеңе алғым келмейді, бұл өмір маған қызық емес деген ойға әкеледі, және де сіз өзіңіздің өміріңізді кейінге қалдырған болып есептеледі. Осындай көңіл күймен сіз күніңізді бастасаңыз, бұл негатив, ол жұмысқа барады, жұмыстан кейін үйге келген кезде дәл солай, және де ұйықтар алдында да дәл осындай көңіл күймен ұйықтасаңыз, бұл цикл қайталана береді. Сондықтан да сіздің жаңағы айтқан ұйқыға деген және де таң атқызуға көзқарасыңызды өзгерту керек. Ал егерде бүгінгі күнге мақсат қойылған болса, сіз өзіңізді төсектен оп-оңай тұрғызып аласыз. Енді мақсат қою жайында видео түсірген болатынмын, осыны қарап, бір ойланып шығыңыз. Тағы да қайталаймын, ұйқыға деген көзқарасыңызды өзгерту бұл өте маңызды. Егерде сіз жатар алдында осы ұйқыдан керемет демаламын, өзіме күш жинаймын, өзімді сергек сезінемін деп ұйықтасаңыз, 4-5 сағат ұйықтағанның өзінде де сіз өзіңізді сергек сезінетін боласыз. Енді алдағы айта кететін 6 инструменттің алдында мынандай қадамдарды жасаған дұрыс. Бұл өзіңіздің күн тәртібіңізді өзгерту. Бірінші жаңағы айтқандай, өзіңізді таңда керемет сергек сезінемін деп ұйқыға батасыз. Екінші, будильникті өзіңізден алыс жерге қоясыз. Сіз бұл жерде міндетті түрде будильникті сөндіру үшін басқа жерге барасыз. Осы уақытта 1 стакан су ішіп жіберіңіз. Осы қадамдар келесі инструменттерді орындауға жеткілікті. Дәл осылай дайындалсаңыз болады. Бірінші, тыныштық. Қазіргі заманда тыныш жер табу бұл өте қиын. Көп адамдарға тыныштық жетпейді. Осының кесірінен адамдар фокустарын құртып алады. Фокус туралы видеоны қарап шығып, бір ойланып шығыңыз. Өзіңізге керегін алыңыз. Таңғы тыныштықты қалай қолдануға болады? Бұл бірінші медитация жасау. Медитация жасаудың ең оңай түрлері бар. Мысалы, сіз көзіңізді жұмып, тек қана өзіңіздің тынысыңызға назар бөлу.
Немесе екінші видеода айта кеткенімдей, бұл өзіңізді тыныштандыратын немесе ең оңай сөзді қайталап отырасыз. Біз өзімізбен сөйлескен кезде миымызды қате программалап тастаймыз. Алдыңғы өміріміздегі тәжірибеден алған ойларымыз бізге пайдаға емес, бізге қарсы жұмыс істеуі мүмкін. Келесі инструмент аффирмация. Бұл сөзге позитивті ойлауға көмек береді. Осыны қалай жасауға болады? Өзіңіздің осы өмірде жеткіңіз келетін барлық нәрсені жазып шығып, дауыстап оқып шығыңыз. Осыны күн сайын оқитын болсаңыздар, бұл сіздің подсознанияңызға положительный эффект береді. Келесі визуализация. Бұл методты көбінесе спортсмендер қолданады. Мен нені қалаймын? Мен неге оны қалаймын? Және де мен не жасауым керек? Деген сұрақтарды қою арқылы өзіңіздің қажеттіліктеріңізді анықтап шығыңыз. Осындағы барлық процесті елестетіңіз. Және де ойша визуализация жасаңыз. Бұл жерде әрбір детальді қосқан абзал. Келесі инструмент бұл физикалық жаттығулар жасау. Әрбір ауруды емдеуге уақыт құртқанша осы ауруларды тудыртпайтындай қадам жасау керек. Яғни спортпен шұғылдану. Әрбір күніңізде ең азынан 5 минуттай уақыт бөліп отырыңыз. Мысалы айта кетейін, 7 minutes деген приложениені жазып алсаңыздар, бұл жерде ең маңызды жаттығуларды сізге жасатады. Таңғы жаттығулардан кейін денеңізде қан жүгіріп, оянғаннан кейін нағыз кітап оқитын уақыт осы. Күніне 10 беттен оқып шығыңыз. Бұл әрі кетсе 10-20 минут алады. Ал егер де бұл жылына жалғасатын болса 3600 бет, яғни 15 шақты кітаптай болып қалады. Жарайды, 5 беттен бастаңыз. Ең маңыздысы күн сайын кішкене қадамдар жасап отыру. Енді дневник жүргізу бұл өз ойларыңызды, жетістіктеріңізді, қателік пен сабақтарыңызбен жұмыс жасауға, осознанно өмір сүруге, ойлардың структуралы қалыптастыруына көмек береді. Бір ай дневник жазғаннан кейін сіз осыларды оқып шығатын болсаңыз, өзіңізге деген сенімділігіңіз артады және де қай бағытта жүріп бара жатқаныңызды көресіз. Енді осыларды білгеннен кейін өзіңіздің күн тәртібіңізді қарап өтіңіз. Алғашқы 2 методты 10 минуттан немесе физикалық жаттығуларға жарты сағат бөліп, қалған инструменттерге қалған уақытты бөлсеңіз болады. Немесе сіздің уақытыңыз мүлдем жеткіліксіз болса, әрбір инструментке 1 минуттан бөлсеңіз, күніне 6 минут қана шығады. Тағы да айта кететінім, бұл партнер іздеу. Бұл бір-біріңізге есеп беруге, бір-біріңізді қадағалауға, көмектесуге таптырмайтын күш. Келесі күннен қуаныш күтіп, жақсы оймен ұйықтаңыз. Алдағы күнді керемет дайындықпен бастаңыз.